Достар, біз Америкадағы үлкен супермаркеттің бірі Costco деген супермаркетке келдік. Қазір бірге тамақтар сатып алатын боламыз. Сіздермен бірге бағасын көрсетеміз, салыстырып, ертеңге қонақ шақырып қойдық. Біраз азық-түлік керек. Ал енді кеттік, бірге көрейік. Достар, мынау жасыл жүзім. Дәмі өте жақсы. Біз алдында алып көрген едік. Енді бұл жақта бағасы $6, $6-8 екен. Бұл енді 3 лб деген, ол 1,5 килограмм жүзім үшін сондай баға. Excuse me. Достар, мына жерде помидордың неше түрлісі, неше атасы бар екен. Мына қарасаңыз, кішкентай помидорлар $5-2. Көлемі аз. Одан бөлек мынау жәшіктегі помидорлар $6-2 дейді. Где-то 2 килограмм шығады мына жерде. Осыны алатын шығармыз. Алып көрмедік, бұрын басқасын алып жүретінбіз. Енді арасында жақсы мынау деймін. Мына жерде біз кептірілген неше түрлі жеміс-жидектерді көріп тұрмыз. Тіске басарлар, шайға жақсы болады деп ойлаймын. Мынау мысалға бізде не дейтін еді аты? Манго, мысалға манго бар екен, құлпынай. Мына жерде сары өрік. Осыны аламыз, шайға күшті. Шайшеміз! Шайға келіңдер! Шайши! Шайши! Мына жерде өте суық. Өйткені мына жерде тез бұзылатын тамақтар тұрғаннан кейін осындай температураны қойып қойған. Яғни бұл жақта жаңағы сәбіз, жасыл неше түрлі шөптер, салатқа қосатын жеміс-жидектер. Қазір соны аламыз. Мысалға мынау blueberries, черника деме. Америкада менің байқағаным неше түрлі осындай жасыл шөптер өте әдемі упаковкада жуылған, кептірілген. Үйге келіп, бірден салат дайындай беруге болады. Мысалға мынау осындай үлкен упаковка, неше түрлі жасыл шөптер $4-3 тұрады екен. $4. Міндетті түрде аламыз, салат жасаймыз. Ал енді басқасын көрейік. Ал қызым, енді мынандай шпинат алайық. Міне көрдіңіздер ме, шпинат бәрі пайдалы нәрселер. Бұл жақта осындай Мексикадан келеді, басқа да жақын көрші елдер, жақын көрші елдерден келеді. Бағасы жақсы деп ойлаймын, аламыз. Мынау жақта біз ет өнімдері сататын бөлімді көріп тұрмыз. Неше түрлі еттер бар. Үлкен упаковка, кішкентай. Бірақ біз бұл жақтан ет алмаймыз. Бөлек бір үлкен супермаркет бар, ет сататын. Ол жақта таза халал еттер бар. Сол жақтан аламыз. Мынау жерде біз балық сататын бөлімді көріп тұрмыз. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которые я испытал сегодня. Мына жерде балық сататын бөлім. Қызыл балықтың үлкен көлеміндегі осындай маған ұнайды. Және мен қонақтарыма осы қызыл балықты пісіріп
пісіріп, әдемі бір тамақ дайындаймын деп шештім. Бағасы $24. Осындай үлкен сёмга балығы. You can go. You can go. Мынау жерде біз сырдың фетасы бар, моцарелла. Енді біз моцарелланы салатқа қосамын деп ойлап жатырмын. Сол моцарелла ала салайын. Моцарелланың бағасы $8. Осындай әдемі. Қызым да қоймай көмектесем дейді. Мына жерде Америкада байқағаным, жаңағы бірден дайындалатын нәрселер көпті. Мынау лобстер, не дейді, мынау біздің пельмен сияқты, вареники сияқты, осындайдың неше түрлісі шпинатпен қосылған, ірімшікпен қосылған, помидормен, осындай нәрселерді мен түсінген бойынша тоңазытқышқа сала салады да, керек кезінде басын қатырмай соны дайындай салады екен. Түр-түрі бар. Мына жақта да бәрі дайын. Үйге келіп, тек қана пешке сала саласыз. Мысалға бәліштер, тауықпен қосылған бәліш, балықтар, мынаны ала салып, бірден үйде дайындай саласыз. Stuffed salmon дейді. Жаңағында мен алған қызыл балық. Мына бөлімде өте суық. Қазір міне мен жұмыртқа аламын. Жұмыртқа $8, 24 штугы. Ең тиімдісі осы. Айтып өткендей алдында жұмыртқаның да жақсы емес түрлері бар, органика емес түрлері бар. Біз ондайды алмаймыз. Денсаулық біздің аманатымыз. Сондықтан және де сүт. Так, қазір достар, мына жерде сары май да бар екен. Мына жерде сары май, осылай үлкен упаковкада ішінде 4 штук біздің пачкалар бар ғой, жаңағы 180 граммның 4 штугы бар. Біздің президент сияқты өте дәмді. Біз осы Costco'ға келгенде міндетті түрде кимчи аламыз. Корея, кәдімгі оңтүстік Кореядан алып келген кимчилар. Және байқағаным, және менің бір байқағаным бұл осындай үлкен 40 штук, мына бізде 40 дана суды үйлерінде, міне көріп өткеніңізде 2 пачка 80 штук суды алып кетті. Осылай үйлерінде қойып қояды, ала береді. Енді менің бір таңғалғаным, бұның бәрі пластика ғой, сонда жаңағы біздікіндей бірнеше рет қолданатын бутылкалармен үйлерінен су алып шықпайды, осылай алып кете береді. Мен ойлаймын, ол кішкене плюс-минусы да бар. Минусы енді пластика не дегенмен қаншама пластикті қолданып лақтырып жатыр. Сіз қалай ойлайсыз? Меніңше комментарияға жазып кетіңіздер. Мына жақтан өтсең, әрқашан көзің қызығады. Балмұздақтың да шоколадпен қосылғаны, басқа да құлпынай, неше түрлісі көріп тұрмыз. Және де бір үлкен қорапта
15-18 штук бар екен, $15 тұрады. Кемінде $15 тұрады. Бұл Америкада осындай дайын тамақ өте көп. Алдын ала істелініп, жаңағы тоңазытқышта мұздатып қоясыз. Керек кезіңізде келіп пісіре бересіз. Мысалға көріп тұрғандай манты сияқты мысалға. Иә, манты сияқты. Өте көп. Достар, біз қазір мына жерде кофе бөлімінде жүрміз. Әдемі неше түрлісі бар. Мына жерде ұнтақталған кофе, яғни біздің кофелер сияқты келіп қайнаған суды құясыз. Одан кейін мына жерде түйір кофелер. Кофе машинасы бар үйінде адамдар. Кофені білетін адамдар үйінде қайнатып жасап іше берсе болады. Және ар жақта дайын кофелер бар. Қазір күте тұр. Мына жақта дайын кофелер алып үйіңізде іше бересіз. Мысалға, мына жерде Starbucks'тың үйіңізде Starbucks дегендей келіп алып іше бересіз. 72 штук. Өте көп. Сол үшін осы Costco супермаркетіне барлық адам келеді. Өйткені бұл жақта үлкен көлемде сіз нәрселерді тиімді бағада сатып аласыз. Жақтарыма сливки керек. Сливки, қою сүт. Мен ертеңгі қонақтарыма шайға торт жасаймын деп шештім. Енді ол үшін маған қою сүт, яғни сливки керек. Енді мен айтқым келіп тұрғаны, бұл жақта сливкидің бағасы 2 бөлек. Өйткені мына сливки, мынау таза сливки, ал мынау half and half деген жартылай. Яғни жартылай сумен араласқан ба, онысын білмедім. Жартылай сүт. Сондықтан жақсысын таңдаймыз. Көлік сияқты отырады да, осылай бүкіл керек заттарын алып жүре береді. Қалай күшті жасалынған, маған өте ұнайды. Достар, мына артымызда көріп тұрғаныңыздай менеджерлар тұр. Осы Costco супермаркетінің менеджерлары. Кез келген клиент осында келіп, жаңағы карточканы аша алады. Осында кіру үшін және де қайтарып беру пункті деп айтсақ та болады. Кез келген ұнамаған затыңызды келіп қайтарып бере аласыз. Ақшасын сол моментте сізге қайтарып береді. Ал енді қазір біз сыртқа шығайық. Мына жақта қазір бізді тексереді. Чекті көрсетеміз. Барлығы дұрыс па деп жаңағы галочка тексеріп. Hello. Good, thank you.
I'm still looking forward to watching part 2 of Deathly Hallows. Thank you. Біз бүгін қонақ күтіп жатырмыз. Қонақтарымыз қазір келіп қалды. Міне кеше алған азық-түлікпен неше түрлі дәмді тамақтар дайындадық. Қонақтарға ұнайды деген ойдамыз. Достар, біздің арнамызға жазылып отырыңыздар. Қызықты әрі пайдалы ақпараттармен сіздермен бөлісетін боламыз алдағы уақытта. 6 and 2.